Осы бизнес класстың үстіне ақша қосатындарды түсінбеймін деп жүріп, өзім қалай сол бизнес классты таңдағанымды айтайын. Ал достар, кемшілігі мен дереу артықшылығы ол сіздердің қосқан ақшаларыңызға тұра ма, тұрмай ма? Ал кеттік. Ең біріншіден артықшылығы отырғызу билетіңізді бөлек кезекпен аласыз. Ол кезекте адам өте аз, уақытыңызды өте енді үнемдейсіз. Сосын барып отырғызу билетіңізді алып, осылай риза болып суретке түсіп, заттарыңызды бәрін өткізіп, қолыңыздағы билетпен бортқа барамыз. Күту залы барлығыңызға да бірдей, бірақ та нағыз бизнес класс ол бортқа кірген кезде байқалады. Менің отыратыным орным 3А. Енді қарап көріңіздер, кірген кездегі 28 орынның барлығы бизнес класс. Мен айтқандай, менікі міне 3А орныма жайғасайын. О, қандай үлкен, қаншама заттар, мынаның барлығын қазір сіздерге ашып тұрып көрсетемін. Қазір бірінші жайғасайын. Енді қараңыздаршы, мына аяғы жаққа деген орынның көп, мына рахатай мен сияқты аяғы ұзындарға жақсы болды ғой. Ендіден тәпішкемді киіп алайын, мына заттарды көрейін. Мына заттардың сапасының өзі басқаша ғой. Кожа ма, немене? Ой, рахатай. Енді бұның құлаққабы екен, құлаққабыды киіп алайын да. Қазір деген Эйр Астананың біраз киносын көріп тастайын екен. Былай жерде уақыт жоқ. Ой, міне шырын да келді. Қызыл шырыннан ішіп алайын. Өйткені өзімде гемоглобинім төмен. Мына шенің соғы жақсы болды. Билетіме қарап қоямын арасында, рас па өтірік па деп. Ой, енді рахаттанып отырып, тағы да бір артықшылығын айтайын. Мына заттарымды көрсетіп қоймадым ғой, кешіріңіздер. Енді мәзір келді. Мәзірді қарап жіберіңіздер. Мәзірді таңдаймыз өзіміз. Не тамақ бар екен? Қарынды ашып кетті. Біз таңғы 8:05-те ұшақ бортына отырғандықтан таңғы астың мәзірі келді. Міне таңғы аста таңдайсыздар. Ең ерекшелігін бір айта кетейін. Бұл тамақтарда шошқа еті қосылмайды. Енді таңдаған тамағымызды бір 20-25 минутта қалай алып келгенін қараңыздар. О, міне жеңіл-желпі бірінші тіске басар келді, одан кейін осылай таңғы асымыз келді. Бұның барлығын жеп алып, шайымызды ішкеннен кейін рахаттанып, мына киномызды көріп, жан-жағымызға қарап, бағасын беріп, осылай отырған жайымыз бар, достар. Біз енді қайтар кезде кешкі рейсіне отырамыз. Кешкі рейсімді сіздерге мәзір міндетті түрде көрсетемін. Енді бір терезеге қарап қойыңыздаршы. Керемет көрініс, достар. Енді осындай бизнес класты қолжетімді бағада алу үшін не істеу керек? Описанияны бір оқып жіберіңіздер. Рахмет тыңдағандарыңызға.